Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Бұлар біз бүгін мынандай бір есеп шығарайық, иә. Жылжымайтын блоктан асыға тасталған жіпке массасы 0,3 және 0,34 килограмм жүк ілінген. Қозғалыс басталғаннан кейін 3 секунд ішінде әр жүк 2,7 метр жол жүрді. Осы тәжірибеге сүйене отырып, еркін түсу үдеуінің шамасын табыңдар. Яғни балалар есептің берілгенін жазып қойдым. Одан кейін қанша уақыт және қанша жол жүргені белгілі. Енді біз есептен сұлбасын салып қойсақ болар. Есептен сұлбасын салдық деген сөз, осы есепке біз тәжірибе жасап отырмыз. Балалар, осы тәжірибеге сүйене отырып деп тұр ғой. Тәжірибе жасадық. Яғни бізде екінші жүктің массасы көп, сондықтан үдеуіміз сол екінші масса қалай бағытталады төмен қарата, яғни үдеудің барлығы бағыты солай қарата бағытталады. Яғни ой өргөсін осы екінші денені алатын үдеуінің бағытымен бағыттасқа алдық. Енді балалар, бұл жерде екі алатын дененің үдеуі өзара тең болады, егер жіп созылмаса. Егер осы Т1-Т2 тең болады, блоктың массасын ескермесек, яғни екі жүктің ғана массасын ескеретін болсақ, онда жіптің келу күштері де өзара тең болады. Бұл есеп шығару барысында бізге өте қажет. Бұлар енді біз бірінші дене үшін барлық күштердің векторлық қосындысы ема үдеу береді деп, осы Ньютон екінші заңын жазайық. Бірінші дене үшін Т1 плюс М1 Ж болады М1 А. Бұл біздің үшінші дене болсын. Енді осы векторлардың, осы күштердің проекциясын табайық. Яғни ой өргөсіне бағыттасын плюс деп аламыз да, ал ой өргөсіне қарама-қарсын минус деп аламыз. Яғни бізде Т1-іміз Т деп, сондықтан бірден Т деп жазамыз. Т минус М1 Ж болады М1 А. Бұл төртінші дене. Енді екінші дене үшін Ньютон екінші заңын жазайық. Екінші дене үшін Ньютон екінші заңын жазайық. Яғни екінші денеге әсер ететін барлық күштердің векторлық қосындысы осы екінші денеге М2А үдеу беріп тұр деп жазамыз. Балалар, сонымен М2 Ж плюс Т тең болады М2А. Бұл біздің бесінші теңдеу. Енді ой өргөсіне бағыттасын плюс деп аламыз, қарама-қарсы минус. Яғни ой өргөсіне бағыттасы М2 Ж болады екен. М2 Ж минус Т тең болады М2А. Бұл алтыншы теңдеу болсын. Олар 4 пен 6, төртінші және алтыншы теңдеуді бір-біріне қосайық. 4 пен 6-ны қосамыз. Қосып көрейік балалар. Енді М2 Ж минус Т плюс Т минус М1 Ж тең болады М2А қосу М1А. Бұл жетінші теңдеу болсын. Т мен Т жойылады. Қалған жазайық балалар. Сонымен Ж-ны жақсыдан сыртына шығарып жіберейік. Ж М2 минус М1 тең болады. Ана жақсыдан сыртына шығарып жіберсек М2 плюс М1. Бұл біздің балалар сегізінші теңдеу болсын. Осыдан Ж-ны таба саламыз. Болды, міне балалар, өте оңай шықты. А М2 плюс М1 бөлінген М2 минус М1. Бұл біздің 9-шы теңдеу. Балалар, осы 9-шы теңдеуге қарайтын болсақ, бізде А үдеу жоқ. Бұл дене үдемелі қозғалыс жасаған кезде дененің еркін түсу үдеуінде, онда бастапқы жылдамдығы 0. Яғни біз дене еркін түскен кездегі үдемелі қозғалыстың орын ауыстыруына байланысты формуласын жаза саламыз. Яғни бастапқы жылдамдығы 0 болады. Нөлевой тең 0. 10 деп жазып қойық. Яғни С тең болады нөлевой Т плюс А-т квадрат бөлінген 2. Бұл 11. Бұл жерде бастапқы жылдамдық 0-ге тең, қалған жазамыз. Сол С тең болады А-т квадрат бөлінген 2. Бұл 12-ші формула. Ұстамалар үдеуді таба саламыз. А тең болады 2С бөлінген Т-ның квадрат. Бұл 12. Енді балалар 12-ні 9-ға қоямыз. 12-ні 9-ға қоямыз. Сонымен
ж тең болады. Бөлшексіз қойып болар. Аның орнына 2 т квадрат бөліміне жазсақ бірден т квадрат м2 плюс м1 бөлінген жақшаны ашайық. м2 минус м1 болсын. Бұл біздің 13-ші теңдеу. Осы 13-ші теңдеудің мәнін қойып, жаңа еркін сөйлеудің шамасын табайық болар. Ж тең болады. 2 көбейтілген 2,7 метр көбейтілген 0,3-ке 0,134 қоссақ 0,164 болар. 0,164 килограмм 9 секунд квадрат 3-тің квадраты. Енді сонда көбейту 0,104 килограмм. Килограммын килограммыз қарады. Метр секунд квадрат бірлігі шықты болар. Метр секунд квадрат. Есептеген кезде болар 9,6 метр секунд квадрат шығады екен. Ж тең болады. 9,6 метр секунд квадрат. Балар біз осы тәжірибеге сүйене отырып еркін сөйлеудің шамасын таптық. Бұл жерге неге еркін сөйлеудің шамасы сәл аз болып қалды? Себебі біз жүк өлшегішін ескерген жоқпыз ғой балар. Блоктағы жіпті блок арқылы асырылған, сол кезде жіп пен блоктың арасында жүк өлшегіші бар. Осы жүк өлшегішін ескерсек, онда біздің еркін сөйлеуіміз өзімізге таныс 9,8 метр секунд квадраттың шамасына таяу шығар еді. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.